Ақмола облысында жүк пойызымен көлік соқтығысты. Темір жолдағы апаттан 3 адам қаза тауып, жараланған, тағы 3-і Шортанды аудандық ауруханасына жеткізілді. По данному факту Алдын ала тергеу барысында минивэн жүргізушісі бағдаршамның тоқтату дабылдық дыбысына мән бермей, тіпті жабылған шлагбаумды айналып өтіп кеткен. Қазір 2 және одан да көп адамның өліміне әкелген жол ережесін сақтамау бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Апат Шортанды кентінің дәл іргесінде болған. Бурабай Астана бағытында келе жатқан жүк пойызының машинисі көлікті 60 метр жерден байқап тежегішті басқан. Бірақ тоқтай алмай, 6 адам мінген көлікті жапырып өтіпті. Салдарынан 46 жастағы жүргізуші мен тағы 2 жолаушы оқиға орнында мерт болды. Олар Астана қаласының тұрғындары екен. Ал тағы 3 адам түрлі жарақат алған. Олар Новокубанька ауылынан Астанаға бара жатқан. Аман қалғандар арасында 2004 жылғы пациент сол жақ бас терісін жарақаттап алған және кеуде тұсына қатты соққы алған. 1992 жылғы пациентте мойын омыртқасы контузиясы және сол жақ маңдайына сәл зақым келген екен. Екеуі де қазіргі уақытта Шортанды аудандық ауруханасының хирургия бөліміне жатқызылды. Барлық қажетті ем-дом шаралары жүргізіліп жатыр.